Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видео бейнеде несеп шығару жүйесінің қызметі мен бұл жүйенің саулығын сақтап қалу жолдары жайлы білетін боласыздар. Бұл жүйе біздің денеміздің артық сұйықтық пен зиянды заттарды шығарып, ішкі орта тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Бүйрек, қуық, несепағар және зәр шығару каналы осы процестің негізгі мүшелері. Зәр шығару жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі біздің денсаулығымызға тікелей әсер етеді. Осы үдеріс жайлы көбірек осы видео бейнеден білетін боласыздар. Несеп шығару жүйесінің негізгі қызметтеріне келетін болсақ, біріншіден, бұл ағзаны зиянды заттардан тазартуы. Халықта судың да сұрауы бар деген сөз бар. Тамақпен бірге ағзамызға түрлі пайдалы заттармен қатар қажетсіз, тіпті зиянды қалдықтар да түседі. Бүйрек қанды сүзгіш секілді тазалап, қажетсіз заттарды несеп арқылы шығарады. Егер бұл жүйе дұрыс жұмыс істемесе, ағзада токсиндер жиналып, адамның өзін нашар сезінуіне себеп болады. Екіншіден, су балансын реттейді. Су ішкен құдығыңа түкірме демекші, судың маңызы зор. Бірақ, оның артығы да, кемі де зиян. Егер адам суды аз ішсе, ағза сусызданып, әлсіздік, шаршау пайда болады. Ал суды тым көп ішсе, бүйрек артық сұйықтықты шығара алмай, ісіну басталады. Бүйрек ағзадағы су мөлшерін теңдей ұстап, қажетті балансын сақтайды. Үшіншіден, қан қысымын реттейді. Жүйе бұзылса, жұмыс тоқтайды дегендей, егер бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, қан қысымы көтеріледі, немесе тым төмендейді. Бүйрек ренин деген гормон бөлу арқылы қан айналымын реттейді. Сондықтан бүйрекке күтім жасау, жүрек саулығына да тікелей әсер етеді. Ал біз білетіндей, жүрек бұл бүкіл денеміздің қозғалтқышы. Төртіншіден, несеп шығару жүйесі эритрициттердің түзілуіне көмектеседі. Ағзамыздағы қанның тазалығы мен құрамы бүйрекке тікелей байланысты. Ол эритропоэтин гормонын бөліп, қан құрамында жеткілікті мөлшерде эритрициттер болуын қамтамасыз етеді. Бұл оттегінің дұрыс тасымалдануына көмектеседі. Бесіншіден, ол қышқыл сілті балансын бақылайды. Ағзадағы қышқыл сілті деңгейі бұзылса, адам әлсізденіп, басы айналып, денсаулығы нашарлай бастайды. Бүйрек организмдегі сутегі мен бикарбонат иондарын шығару арқылы қышқылдық деңгейін теңдей ұстайды. Не себепті біз зәр тапсырамыз? Зәр арқылы дәрігерлер адамның денсаулығын тексере алады. Олар оның түсі, құрамы және тіпті температурасы арқылы адамдағы әртүрлі ауруларды болжай алады. Орташа адамның зәрі сары немесе бозғылт сары болады. Егер зәр қою сары болса, алаңдайтын ештеңесі жоқ. Тек көбірек су ішу қажет. Бірақ егер де сіздің зәріңіз қызыл немесе қоңыр түсті болса, онда дәрігерге көріну жөн. Сонымен қатар, зәрдің химиялық құрамы арқылы да көп затты білуге болады. Зәрдегі қант мөлшерінің көптігі диабеттің белгісі болса, нәруіздің көптігі инфекциялық аурудың белгісі болады. Сол себепті мектептерде, университеттерде және күнделікті өмірде жоспарлы медициналық көрсетілімге баруға және зәр тапсыруға жөн. Зәр шығару жүйесінің ауруларын алдын алу мақсатында сіздерге келесі ұсыныстарды есіңізге сақтауға кеңес береміз. Ата-бабамыз ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген. Несеп шығару жүйесі дұрыс жұмыс істеу үшін қарапайым ережелерді сақтау жеткілікті. Ең бастысы бұл су балансын сақтау. Абай Құнанбайұлы жарқырап жатқан өзен судың да қасиетін білмесең, пайдасы темес деп бекер айтпаған. Яғни тым аз да, тым көп те су мөлшері ағза үшін зиянды. Сіздің денеңізге қажет су мөлшерін осы формула арқылы есептей аласыз. Күнделікті су мөлшері ол тең болады 30 немесе 40 мл су көбейтілген дене салмағына. Сонда мысалы, егер сіздің салмағыңыз 70 кг болса, онда сізге ең аз дегенде 2,1 литр және ең көп дегенде 2,8 литр су ішу қажет. Екіншіден, дұрыс тамақтану. Тұзды, ащы және майлы тағамдарды азайту қажет. Жемістер мен көкөністерді көбірек тұтыну қажет. Және де ақуыз мөлшерін бақылау қажет. Сонымен қатар, үшіншіден, тұрақты зәр шығару. Несепті ұзақ уақыт ұстап қалмау және жиі, бірақ аз-аздан зәр шығаруға болмайды. Несеп шығару жүйесі ағзаны зиянды заттардан тазартып, су мен электролит байланысын сақтайды.
Оны қорғау үшін жеткілікті су ішу, дұрыс тамақтану, белсенді өмір салтын ұстану, зиянды әдеттерден бас тарту және инфекциялардың алдын алу маңызды. Денсаулықты сақтау үшін профилактикалық тексерулерден өтіп, зәр шығару жүйесіне күтім жасау маңызды. Деніңіз сау болсын.